Қыздар, сіздерге булочка қалай жасау керектігін көрсетемін. Мінекей қарап тұрғандарыңыздай бүлпілдеп, жұмсақ, әп-әдемі дегенде дәмі өте керемет. Ал ендеше кеттік, қыздар, қалай жасалу жолын көрсететін боламын сіздерге. Қыздар, үй жағдайында булочка жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, сүт, шекер, май, тұз, дрожж. Яғни ең алдымен 2 жұмыртқамызды бөліп саламыз. Екінші жұмыртқаның сарысын алып қаламыз. Бетіне жағамыз өйткені. Үстіне шекер қосып, жақсылап араластырамыз. Бір кесе шекер қосасыздар. Пісте майдың орнына маргарин қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. 50 грамм пісте май құйдым. Тұз 1 шайный ложка и дрожж. Дрожж 7 грамм. Осының барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Сүт құямыз. Сүт 250 грамм. Менде 1 бокал. Және үстінен ұн қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне қамырымыз ашыды. 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымызды арасында көтеріп тұрсаңыздар да болады. Осылай 2 қолдың көмегімен осылай 2-ге бөліп алып, екеуінің басын осылай тура видеодағыдай істеп шығасыздар. Барлығын осылай өз қалауларыңызша әртүрлі неде жасай берсеңіздер болады. Өздеріңізге домалақтасаңыздар да болады. Бетін жауып 20-30 минутқа қойып қоямыз пленкамен. Одан кейін бетіне жұмыртқаны жағып, сүт пен жұмыртқаны бетіне күнжіт, макс сепсеңіздер де болады. Мінекей дайын булочкамыз. Ас болсын.